Хайрлы кеш. Осай скалдам. Ayağımı sos koyuyordum. Ay. Şimdi sıkıntım. Мен барман. Просто сториске шығуға вообще желание жоқ. Аяқ қолдарым ісініп кеткен. Аяқ киім болмайды, сол үшін осылай киіп алдым. Сыймайды аяғым. Мында осы жартылай сият. Үйден шықпай үсті отырам күнде. Мені іздейткенсіңдер ғой, а? Қарап өтсін, сообщениялар айтып отыр. Аман есенсіз ба, босанып қойғаныз ба деп уайымдап жатқан жандар бар екен. Менде бәрі жақсы жоқ, әлі босанған жоқпын. Сол үйден шықпай жүрік, потому что мен бетім даже ісіп кеткен. Қайын эффектпен отырмын ғой, көзім вообще бүйтіп жұмылып қалған ғой. Сол осылай пучковой жабыстырып алдым. Сол бүгін тек шаруаларым болғаннан кейін қалаға шығып келдім. А так үйдемін. Кеше бір видео түсірген ғой, саламын деп отырып, ұмытып кеттім салған. Сол өйстіп анда-санда шығып берейінші, босанғаннан кейін сториске шыға берейінші. Қазір желание жоқ. Сондай ол жоқ. Кстати, маған айтады, уже роддом таңдай беру керек дейді. Мен қазір уже почти 36 аптамын ғой, и роддом таңдай беру керек дейді. Мен вообще 3-ші роддом, либо 5-ші роддом, сол 2 роддом біреуіне босанғым келеді. Жалпы өз нелеріңізбен бөлісіп кетсеңіздер, қайсы дұрыс, қай врач жақсы деген сияқты да. Ешін көбісі айтады, ақша беруің керексің, а то қарамайды дейді. Бесплатный қарамайды. Бесплатныйдың өзінде де ақша беру керексің дейді. Не үшін қарамайды дейді. Соны жаза кетіңдерші. Түсінбей жатыр, кімге ақша беру керек, не үшін беру керек. Бүгін маманың туған күніне түсте коллективтағы жұмысшылары келді, коллективі. 2 торт заказ берген болатынмын, өзім пирог пісіріп жібердім. Және де осы торттар табиғи ингредиентпен жасалынған. Дәмді лайф Өскеменнен, білесіздер ғой, мен полуфабрикат аламын олардан. Және де дайын сеттерді сатып аламын. Сол жақта осындай өте дәмді табиғи ингредиентпен торттар жасайды. Осы торт қалыпты кешкі қонақтарға. Мына жақта қазір сіздерге көрсетейін, ойпипайдан түк қалмаған ғой, қараңыздар. Өте дәмді болған соншалықты. Я попробовала, очень вкусно. Заказ берем десеңіздер, дәмді лайф Өскеменге жазыңыздар. Друзья, всем доброй ночи. Я вышла из душа. Единственное, я голову не мыла. Наношу сыворотку на корни. Немножко. Короче, в крайнее время меня одолевает какая-то тревожность за то, кто я, какое будущее меня ждет, чего я хочу, к чему стремлюсь, какие у меня планы. И страх, что, а что, если все оставлять прямо как сейчас? Устраивает ли меня это? Нет, не устраивает. Ситуация с долгом, тоже много вопросов у меня в дарке, потому что я в прошлый раз поделилась своей ситуацией, достаточно неприятной, да. 5 миллионов это не такая маленькая сумма, это достаточно большая сумма, и я не могу эту сумму получить на руки. Причем должница не отказывается от своего долга, после того, как мы уже поговорили, но не обладает никакой суммой денег на данный момент. Не скажу, что я как-то оставила это все на неопределенный срок, нет. Я хочу в самое ближайшее время получить эти деньги в свои руки. Потому что планы на них, да и вообще, когда человек что-то берет у тебя и обещает вернуть в срок, и когда это твое,